Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазіргі болатын сабағымыз әдебиеттік оқу. Бүгін әдебиеттік оқудан 17-ші сабақты өтетін боламыз. Жақсыдан үйрен деп аталады. Оқушылар оқулығымыздың 48 және 49-ші бетін ашып дайындала қойыңдар. Танысатын жаңа тақырыбымыз малды пайдаға жарату деп аталады. Ең алдымен бұл мәтіннің авторымен танысып кетейік. Мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин екен. Сендер оқушылар Ыбырай Алтынсаринді танисыңдар, оның бірнеше шығармаларымен таныстыңдар. Енді келесі мәтін малды пайдаға жарату деп аталады екен. Бірінші кішкене оқып өтейін. Сендер менімен бірге оқып шығыңдар, жарай ма? Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: "Осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсең көрінбейді", деді. Үйші айтты: "Тапқан малымның бір бөлігін борышымды өтеймін, бір бөлігін өсімге беремін", деді. Көрші айтты: "Қойшы, батыр, сенің борышың бар ма еді? Және өсімге қанша ақша беруші едің?" деді. Үйші: "Қарт әке-шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімнен туған балаларымды оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе?" деді. Оқушылар, осы мәтінді менімен бірге оқи қойыңдар және түсінген түсініктеріңді айтып беретін боласыңдар. Әдебиет сабағынан жаңа тақырыппен таныстық. Сау бола қойыңдар.